Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың чоң атасы Абу Талиб. Атасының бір туғаны. Абдулланың ағасы Абу Талиб. Пайғамбардың Абдул-Мутталиб чоң атасы өткеннен кейін атасының бір туғаны Абу Талибтің қолында чоңайды. Абу Талиб пайғамбарды тышқы дұшмандары менен дайым қорғады. Өлім төшегінде жатқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Талибтің қолынан қармап «Құл ла илаха иллаллах, ашфа инда рабби, ла илаха иллаллах» деп иманға кел, Алланың алдында шафаат қылайын қияматта. Шу келіме менен саға жардам берейін деді. Жанында Абу Жахил башқа жаман достар. Атасуб, алихатабат. Абу Талиб, ата бабаңның динін таштайсың бі? Ата бабаңның динін тілдейсің бі? Пайғамбарға қарайды, пайғамбар қолынан қарап, «Құл ла илаха иллаллах, ашфа инда рабби, ла илаха иллаллах» деген, Раббымдың алдында шафаат қылайын дейді. Жанында жаман достар не дейді? Өлімнен қорқып еме, өтер кезде ата бабаның динін таштап кетесің бе дейді. Үшінші жол, ла илаха иллаллах деген дейді. Алланың алдында шафаат қылам дейді. Жаман дос жанында тұрып, қорқпа өлімнен. Еркек бол. Еркек бойдан өткін. Ата бабаның диніне таштабағын дейді. Қарап тұрып, мен ата бабамның жолында деп жан береді. Иманға келген жоқ. Жаман достың жан берер кезде зиянет еді.